Өзіңе өзің сен қазағым, көп түкірсе көл болады, көл тасыса сел болады. Көп біріксе ел болады, көндікпесе ер болады. Қорқау билік мықты да емес, қан майданға шықтың егес. Қорқынышты жең қазағым. Қаңтар қырғынынан кейін 2,5 жылдан 3 жылға жақын уақыт өтті ғой енді. Ешқандай да жақсы жағына өзгеріс болған жоқ. Теріс жағына регресс өзгерістер болып жатыр. Өйткені билік бұрынғыдан да қатты радикалданып, тотальный қысым болып жатыр. Мысалы қараңыз, қаңтар көтерілісінен кейін қаншама бас көтерген белсенділердің басын шауып, қамап, соттап, абақты қайдап жатыр. Марат Жыланбаевтар, Асқар Сембай, Әйгерім Тілеужан әуежайды басып алды деген жаламен мысалы, басып алуға тырысты деген жаламен. Қалас Нұрпейісовтер мысалы, саяси көзқарас үшін сотталып кетті қанша жылға. Саяси көзқарас емес, тіпті қарапайым әлеуметтік мәселені талап еткен үшін жаңаөзендік Ержан Елшібаев та бірнеше жылдан бері қамауда отыр мысалы. Жақында естіп жатырмыз, жаңаөзендік Жадыра Досекеева деген қарындасымыздың басына да қара бұлт үйіріліп жатыр екен. Бұл нені білдіреді? Бұл биліктің бұрынғыдан да озбыр бола түскен, бұрынғыдан да қатая түскен, күн өткен сайын күш алып, қанды балақ режим қанжарын қайта-қайта қайрап отырған, қит еткенді қиып түсіп, қымс еткенді қырқып түсіріп, репрессия жүріп жатыр деп айтуға болады. Бұл бағытымен. Бұл бағытымен Қазақстанда ешқандай да болашақ жоқ, менің ойымша. Қазір бұл елде датыңды айтсаң далдалың шығарады, ақиқатты айтсаң абақты да шірейсің, шындықты қолдасаң шынжырдан босамайсың, азаттықты талап етсең атыласың, бостандықты талап етсең бұғауда боласың, теңдікті талап етсең тепкіге ұшырайсың. Сөйтіп отырып біз қалайша азат қоғамда өмір сүріп жатырмыз деп айта аламыз. Билік бұл қоғамды жақсартуға қазіргі таңда ештеңе де жасап жатқан жоқ. Біздің барлық капиталды бауырына басып алған биліктен қазаққа қайыр болмай тұр қазір. Қаңтар оқиғасы қайталануы мүмкін, бұл бағытымен кете берсе. Бірақ әңгіме ол қайталанған қаңтар көтерілісінің қазаққа қайыры бола ма, болмай ма? Әңгіме сонда. Егер билікке қолымызға тиетін болса, қазіргі мынау әділетсіздік жайлаған қоғамды түгел иллюстрация жасар керек деп ойлаймын. Осы халқым жақсы жағдайда, бір жарқын болашақта өмір сүрсін дейтін азаматтарға қолына билік тиіп, әділеттік салтанат құратын қоғамда жүздесуге жазсын деп тілеймін. Не осы жолы ер боласың, не осы жолы жер боласың. Не мәңгілік кем боласың, не мәңгілік ел боласың. Өзге жұртпен тең боласың, өлмес халық сен боласың. Ақырғы сәт ақтық майдан, алау отты жақтық майдан. Алға қазақ, ал талашым.